бүгінгі біздің Көкше нұры таңғы танымдық көңілашар бағдарламасының кезекті қоржынын толтырған құрметті қонағымызбен таныс болайық. Қазақтың аруы аққудың көгілдіріндей көген көзді қырмызы сұлу қызы Жазира Сейітмағамбетова президенттік жастар кадрлық резерві туралы бізге бүгін толық айқын ақпарат береді деген үмітпен, сеніммен Жазира ханым сізді алдырдық. Жақсы, Жазира, ең әуелі қалайсыз? Ең әуелі саламатсыз ба? Көңілге жақсы ма? Қалайсыз жалпы? Өзіңіз айтыңызшы, қайда істейсіз жалпы? Мен Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет істері агенттігінің Ақмола облысы бойынша департаментінде баспасөз хатшымын, бас маман. Осы қызметке келгеніме біраз шамамен 5 жыл болып қалды. Енді бүгінгі келген себебім мен осы президенттік жастар кадр резерві жөнінде шамалы ақпарат бергім келіп отыр. Өйткені қазіргі таңда бізде құжаттар қабылдау жүргізіліп жатыр. Осы резервке, бұл резерв жастарға берілген үлкен мүмкіндік, яғни бізге талантты, жасампаз, білімді, сонымен қатар қоғам мүдделерін, өз мүдделерінен артық қоятын, елі мен жері үшін адал қызмет етуге дайын, патриоттық сезімі жоғары сондай жастар қажет. Жазира ханым, дәл осы жерде түсіндік, ол жерге сондай талантты, 8 қырлы, 1 сырлы жастар керек. Атауының өзі тамаша президенттік кадрлар резерві, өте керемет. Енді өзіңіз баспасөз хатшысы болып қызмет атқарасыз жерде. Яғни өзіңіз қызмет ететін мекеменің осындай бір жобаларын, проектілерін алға тартып түсіндірме жұмыстарын жасайсыз, қашаннан бері қызмет атқарып жатсыз жерде? Негізі мен мемлекеттік қызмет жүйесіне 17-ші жылы келгем. Қазір реорганизация өткеннен кейін мен 2019 жылдан бері осы департаменттің бас маманы қызметін атқарамын. Яғни 2019 жыл деп айтуға болады. Негізі қызметім ол осы облыстағы баспасөз басылымдармен, сіздер сияқты телеарнамен, ақпараттық агенттіктермен үнемі байланыста болу, мемлекеттік қызмет агенттігінің жалпы қызметін сүйемелдеу, ақпараттық сүйемелдеу, осындай бағытта жұмыс істеймін. Бәлкі өте керемет бағыт десек те болады, жалпы қыз болуға қалай, қиын емес пе? Енді бастапқыда әрине қиын болды деп айта аламын, өйткені бұл жұмыс маған таныс болған жоқ. Мен өзім мамандығым тарихшы, сол себепті мен бұл бағытта жұмыс істеп көрген жоқпын. Бірақ мемлекеттік қызметтің бір ерекшелігі мен сияқты жас мамандарға үнемі қолдау көрсету. Мемлекеттік қызметте тәлімгерлік институты көзделген, яғни ештеңе білмейтін жаңағы мамандар келеді университеттен, мысалы жаңа білім алып келген, соларды адаптация, яғни қолдау көрсетіп, бейімдеп, қызметке бейімдеп, үйретіп, бәрін солай істеу қарастырылған. Яғни бұл жағынан бәрі жақсы деп айта аламын. Негізі мамандығыңыз тарихшы. Қай мекемеде білім алдыңыз? Мен Шоқан Уәлиханов атындағы Көкшетау университетінде бакалавриатты бітірдім, және де осы мамандық бойынша Еуразия ұлттық университетінде Гумилев атындағы осы университетте магистратураны тамамдадым 2015 жылы. Содан кейін мен Қазақстан Республикасының мемлекеттік басқару институтында Астана қаласында жұмыс істедім біраз, яғни мемлекет тарих институтында ғылыми қызметкер болып біраз жұмыс істедім, яғни тағылымдамадан өттім десе болады. Бірақ кейін мен осы бағытта, яғни тарих пәнінің мұғалімі ретінде жұмыс істеу өзімнің көңіліме жақпайтынын түсіндім. Сол себепті мемлекеттік қызметті таңдадым десем болады. Бүгінгі таңда осы бағыт таңдағаныма ешқандай өкінішім жоқ. Маған бәрі ұнайды. Мемлекеттік қызметкер болған өзіңіздің жаныңызға жақын ұнайтын қызмет. Керемет. Расымен енді ондай жандарда керек қой, мемлекет мүддесі үшін. Мен патриоттық сезім туралы айтып жатыр бұл сөз. Мемлекеттік қызмет ел мүддесін деп жатыр. Ел мүддесі дегеннің сөздің астында біраз тарих жатыр оның астында. Мен ел мүддесі болған елдің тарихын да біліп, тарихты біле тұра мемлекеттік қызметті атқару. Мен ойлаймын, тарих пәнінің мұғалімі болсаңыз қазір қалай болушы еді? Мемлекеттік қызметкер болып қазір дәл енді биікке көтерілу карьераны рост деп жатамыз ғой. Оның өзі бір үлкен белес. Бірақ өте қуаныптымын, дәл сіздер сияқты азаматшылар дәл осындай дәрежеге жетіп жатса қуанатын сәт. Маке, сөзің аузында. Жалпы енді қазір сөзім аузында емес, тұратыңыз. Мұғалімдерге бөлініп жатқан көңіл өте ерекше, олардың жалақысы да 25%-ға өсті. Алдағы уақытта тағы да өседі деп жатыр. Ал ондай
тарих пәнінің мұғалімі болып кету болашақта ондай жоспарда жоқ па? Әлде Шынымды бірден айтсам- көңіліңіз қалды ма сол тарихпен? Әрине, маған мамандығым өте ұнады бастапқы кезеңде. Негізі, бірақ мен мамандықты таңдаған кезде осындай ғылыми институттарда, яғни ғылыммен айналысатын маман ретінде жұмыс істегім келді. Яғни мұғалімдік қызметке ешқандай құштарлығым болған жоқ деп айта аламын. Менің мамам бастауыш сынып мұғалімі. Мен мұғалімдік жұмыстың қаншалықты қиын екенін білемін, бірақ ол қиындықтан қашқаным емес. Қызым болмаса мұғалім дегенше. Қиындықтан қашқаным емес, бірақ шын мәнінде бұл қызметке өзімнің құштарлығым болған жоқ. Сол себепті мен әрине мұғалімдердің жағдайларының жасалып жатқанына өте қуаныштымын, бірақ қазіргі таңда мемлекеттік қызметшілердің жағдайына да аса қатты мән беріледі. беріліп жатыр. Сол себепті. Мен соңғы президентіміздің жолдауы бойынша дәл ғылым саласына да үлкен көңілді бөліп жатыр. Жалпы енді болашақта уақытта осы бір айдың төңірегі болу керек, үлкен құжатқа қол қойылады. Оны да естіген шығарсыз, жалпы жалақыларын көтеру жайында, ғылым саласын ары қарай дамыту жайында өте үлкен өзекті мәселелер талқыланып жатыр. Соның бәрі ертең дамып кетсе, ғалым неге болмады деп өкініштер болмай ма? Енді оны болашақта көре жатырмыз. Болашақта енді ары қарай ғылым болып кетуге де болады ғой, негізі сондай мүмкін. Біз енді жас маман болғаннан кейін бізге қызметті ауыстыра салу деген қалай айтса екен, қиын болмауы тиіс. Мысалы, елбасымыз өзінің рухани жаңғыру деген мақаласында осыны атап өткен, яғни қазіргі таңда жас мамандар білімді болу тиіс, яғни олардың білімі осындай ситуацияларда, яғни өмірлік маңызды қызметті ауыстыру немесе мамандықты ауыстыру сияқты ситуацияларда бастан кешіруге мүмкіндік беруі тиіс, яғни білімді болу керек, стресске төзімді болу керек. Сол сияқты мен ойлаймын, кез келген жас маман қазіргі таңда білім сапасы жоғары болғандықтан олар осындай ситуацияларда дұрыс шешім қабылдай біледі деп ойлаймын. Жақсы. Қазіргі жастардың талғамы өте жоғары ғой. Бұрынғы адамдармен салыстырған уақытта қазіргі жастар президенттің жолдауы бойынша да жан-жақты болу керек. Оған енді ең бір үлес қосқан біздің экран, әлеуметтік желі, дамыған технология. Біз енді басқаша бір заманды көріп өсіп келе жатырмыз, сол себепті көзіміз ашық, көкірегіміз ояу, бірақ білмейтініміз де әлі көп, көретініміз де бұйырса әлі көп деп ойлаймын. Бізде студияда қонақта қазақтың қылықты аруы Жазира ханым келіп отыр. Енді негізгі тақырыпқа көшетін, негізгі бөлімге көшетін кез келді. Жазира ханым, президенттік кадрлар резерві, президенттік атауы да өте қызық, жаңағыдай айтқандай. Ол айтады ғой, многообещающий деп, тамаша, үлкен, кез келген адамның қызығушылығын танытады. Осы кадрлар резерві қалай құрылды, қашаннан бастап ол күшіне енді, және қандай адамдар өзінің өтінімдерін ұсына алады? Жалпы бұл екінші рет өткізіліп жатқан іріктеу кезеңі. Жалпы бірінші кезең, ол яғни бірінші рет 2019 жылы өткізілген президенттің бастамасымен. Яғни 2019 жылмен салыстырсақ, 19 жылы бізге резервке 300 адам іріктелді. Ал биылғы жылы бізде 50 адам іріктеледі, яғни сондай айырмашылық бар. Және басқа да айырмашылықтар бар. Мысалы, Жазира ханым, осы жерден асықпай ақырын қылып жетсек, неліктен 300-ден 50-ге түсті? Ол қалай, көп болуына байланысты ма тапсырыс берулердің, әлде? Бұл әрине кадрлық сұранысқа байланысты. Және де 300 резервші, мысалы, ол кезде іріктелген кезде тек қана мемлекеттік қызметке, мемлекеттік секторға ғана емес, сонымен қатар жеке секторға, ұлттық компанияларға іріктелді, яғни сол резервтен осындай компанияларға тағайындау мүмкін. Ал биылғы жылғы резерв болса, ол тек қана мемлекеттік секторға, яғни мемлекеттік сектордағы лауазымдарға тағайындауға болады. Енді мынандай сұрақ, Жазира ханым, 2019 жылы алғаш рет, демек ол жерде бір жағынан сынапта көреді, қалай ол нәтижесі қалай болады деген бір болжамның арқасында. Сол жылдары жұмысқа жаңағындай негізгі мақсатына жеткен жандар бар ма іріктеліп? Әрине, бар. 3 жыл өтті. Негізі 3 жыл емес, 2019 жылға іріктеу, ол 5 жылға іріктелді. 5 жыл бойы осы резервтің құрамында болады. Бүгінгі таңда ол 300 тұлғаның ішінде 184-ті, яғни 60%-ы лауазымдарға орналасты. Демек нәтижесін берді. Қалған резервшілерді де әлі орналастыру бойынша жұмыс жалғасуда, өйткені әлі олардың уақыты біткен жоқ, сол себепті.
Ал биылғы резерв ол тек қана 3 жылға, яғни 3 жылға іріктеледі. Жалпы мен осы резервке іріктеудің негізгі талаптарын айтып өткім келеді, өйткені менің мақсатым осы жастарды резервке тарту. Жалпы осы резервке 35 жастан аспаған, кемінде 5 жыл еңбек өтілі бар, жоғары білімді Қазақстан Республикасының азаматтары қатыса алады. Сонымен қатар осы жылы талап етілетін тағы да бір нәрсе ол қазақ тілін білу деңгейі, яғни халықаралық стандарттарға сәйкес Б1, яғни орта деңгейден төмен емес нәтиже көрсету қажет, яғни онлайн режимде тестілеуден өтіп, сертификатты алып, осы сертификатты құжаттар тапсыру барысында жүктеу қажет. Құжаттарды барлығы онлайн режимде тапсырады. Бүгінгі таңда құжаттар қабылдау іске асырылуда, яғни 1 қыркүйектен 30 қыркүйекке дейін құжаттар қабылдау жүргізілуде. Қазірдің өзінде 20 шақты күн қалды. Енді құжаттарды тапсыру онлайн режимде өткізіледі. pkrezerv.gov.kz сайтында көп құжат талап етілмейді. Тек қана Қазақстан Республикасы азаматтығын растау үшін жеке куәлік, содан кейін еңбек өтілін растау үшін еңбек кітапшасы, дипломын растау үшін, яғни білімін растау үшін диплом, содан кейін осы сертификат, осылардың, осы құжаттардың сканерленген нұсқаларын PDF және JPEG форматтарында жүктеу керек. Содан кейін, егерде кандидат іріктеу талаптарына сәйкес келетін болса, ол құжат іріктеуге қатысу деген батырманы басады, содан кейін іріктеуге қатысады. Яғни бүгінгі таңда құжаттар қабылдау жүргізіледі, ал 2 қазаннан бастап негізгі іріктеу кезеңі басталады. Жалпы өте керемет түсіндірдіңіз. Жалпы енді жаңа айтып жатсыз ғой, құжаттарды тапсыру керек, берген кімге хабарласамыз біз бұл үшін? pkrezerv.kz сайтында осылдай қолданушылар үшін, пайдаланушылар үшін барлық пайдалы ақпарат орналастырылған. Оның ішінде анықтама алу телефондары көрсетілген, техникалық мәселелер бойынша телефондар көрсетілген. Және де тағы да бір айта кететін жайт, осы сайт негізі жалпы интерфейс өте ыңғайлы, қолайлы, және де сайтта үнемі онлайн консультант жұмыс істейді. Сұрақтар туындаған жағдайда сұрақ қоюға болады. Және де жалпы жиі қойылатын сұрақтар мен олардың жауаптары, кезеңдердің атаулары, мерзімдері, шарттары, барлық пайдалы ақпарат осы сайтта орналастырылған. Сол себепті қызық болса, кіріп, қарап, танысып, содан кейін құжат тапсыруға болады. Осы бір бағыңызды сынап көріңіз дейсіз, мүмкін сіз өтіп кетуіңіз де мүмкін. Ал білім сапасына келетін болса, жаңа енді қазақ тілін айтып жатсыз, жалпы тек қазақ тіліне ғана көп негізгі талап. Негізгі талап. Қазақ тіліне қойылатын себебі, өйткені осы жылы мемлекеттік секторға іріктейді деп жатырмыз ғой. Ал мемлекеттік секторда, яғни мемлекеттік қызметте жұмыс істейтін адам, ол мысалы халық үшін қызмет етеді, яғни халықпен үнемі байланыста болады. Азаматтардың өтініштерін қарайды, яғни мысалы азамат қазақ тілінде, орыс тілінде жүгінген жағдайда біз оларға сапалы жауап беру, яғни сапалы қызмет көрсету мүмкін болу керек бізде. Сол себепті бізге осы резервке іріктеуге осындай талап қойылады. Жақсы, біз әрі қарай жалғастырамыз. Көкше Нұры, баяғы сол макелер. Ал бүгін бізде студиямызда құрметті қонағымыз болып отырған мемлекеттік қызмет істері Ақмола облысы бойынша департаментінің баспасөз хатшысы Жазира Сейтмағамбетова келіп отыр. Бұл кісі бізге президенттік кадрлар резерві туралы толыққанды ақпарат беріп жатыр. Бізді көріп отырған жастар дәл осы тақырып сізге қызық болатын. Мен ойлаймын, қызық өйткені менің өзіме де қызық. Бізге сауалнама, сұрақ жіберсеңіздер болады. Экрандарыңызда WhatsApp номеріміз көрсетілген, және де байланыс номеріміз де көрсетілген, қалалық телефонымыз. Қоңырау шалыңыздар, біз сіздерді күтеміз. Президенттік дегеннен бастап ұнады ғой. Президенттік деген сөзді алып тастасам ұнамаушы еді. Кадрлар резерві десем, қарапайым. Бірақ қазіргі жастарға беріп жатқан үлкен мүмкіндік деп ойлаймын. Енді жаңа өзіңіз Жазира ханым айтып жатқанда 2019 бұл бағдарлама басталған екен, 300 адам іріктелген екен. Солардың ішінде әлі күнге дейін 5 жыл резервте тұратын болса, әлі талай бақтарын сынайтын күндер болады деп ойлаймын. Келесі кезең, келесі маусым. Бұл енді 19-да бір болды дедіңіз, енді міне 20-да болып жатыр. Тағы да алда осылай ілесіп жалғаса беретін жоба ғой бұл, иә? Елбасымыз, яғни мемлекет басшысының Қасым-Жомарт Тоқаевтың тапсырмасына сәйкес бұл жоба тұрақты негізде іске асырылатын болады. Бірақ нақты қазір айта алмаймын, қай жыл өткізілетін, бірақ сондай бастама бар, яғни бұл үнемі жастарға осылай қолдау көрсету мақсатында үнемі ұйымдастырылатын жоба.
Жалпы қазіргі соңғы уақытта да жалпы жастарға сеніп жатырмыз ғой біз. Жастар енді білім, инновация, технология, жаңа жаһандану деген сияқты. Бірақ қазіргі жастарға беріп жатқан мүмкіндіктер көп. Жалпы бизнес саласы болсын, мұғалімдік саласы болсын, мемлекеттік қызмет саласы болсын, жалпы жеке кәсіпкер боламын десеңіздер, жалпы осы төңіректе айтылып жатқан әңгіменің барлығы жастарға қатысты. Көбісі жаңа 35 жасқа дейін деп жатсыз ғой. Сол жасқа дейінгі мысалы жастарға өте көп мүмкіндік беріліп жатыр. Кредит жағынан болсын, жалпы мемлекеттік қолдау жағынан финансирование деп жатамыз ғой. О жағынан да өте көп көңіл бөлініп жатыр. Ол деген жақсы. Өйткені еліміздің болашағы ол сізбенен біз, ертең елді билеп осы елге ие болып қалатынды біз сол себепті жан-жақты сауатты болғанымыз бізге өзімізге жақсы. Бұл бастамада өте жақсы. Президенттік резерв, ол жерде арнайы дайындық курстары болады, маңайыңызда сондай жақсы адамдар жиналатын, ой тоқтатқан, Яғни негізі дайындық курстары ол көбінесе осы қазақ тілін білуіне тестілеуден өткісі келетін тұлғаларға арналған. Оны президент жанындағы мемлекеттік басқару академиясы ұйымдастырады. Онлайн режимде YouTube арқылы бақылауға болады, тегін. Яғни осылай дайындалып, содан кейін тест тапсырып, құжат тапсыруға болады. Бірақ менің айтайын дегенім, егерде мысалы құжат тапсырам дейтін жастар болса, көп ұзамай, яғни ұзаққа бармай тез тапсырған жөн. Өйткені мысалы қазақ тілінен тест тапсырған кезде оның нәтижесі бірден белгілі болмайды, яғни 2 күн ішінде беріледі. Сол себепті уақытты жоспарлау қажет. Бүгіннің өзінде шамалы уақыт қалды, сол себепті асыққан жөн деп ойлаймын. Мен Көкшетау қаласының жалпы жастарына құлақтан алтын сырға, егерде сіз мемлекеттік қызметтен көрінгіңіз келіп жататын болса, бір барыңыз сынап көріңіз, жалпы асығыңыз, осы бір жұманың көлемінде де болады. Бір жұманың көлемінде дәл осы жаңағы сайт арқылы тағы бір қайталап өтсеңіз де болады. ПК резерв gov.kz осы сайт. ПК резерв gov.kz. Осы сайтқа тіркеліп, бірден өзіңіздің құжаттарыңызды тапсырып, бағыңыз сынап қойыңыз. Мүмкін сізде бір мемлекеттік қызмет атанып кетесіз ба деген бір ойымыз ғой. Жалпы енді қорытындылайық, Жазира. Жалпы біздің түсінгеніміз, енді біз қарапайым жас ретінде сіздің алдыңызға дәл осыдан ақпарат алып кіргіміз келеді деп отырған адам деп елестетіңіз. Біз өзімізге жауап алып отырған адамбыз. Біздің түсінігіміз бойынша ол жастарға мемлекеттің ішкі жүйесіне, қызметіне араласуға бір мүмкіндік, және де жоғары санаттағы бір лауазымды қызметкерлерге тұрақтауға бір үлкен мүмкіндік. Сол себепті бұндай мүмкіндікті расымен де жіберіп алмауға тырысу керек. Бұл бағдарлама тікелей сіздердің болашақтарыңызға бағытталып жасалынып жатқан үлкен жоба. Сол себепті Жазира ханым, сізге көптен көп рахмет. Расымен де осы жоба туралы бізге түсіндіріп бергеніңізге енді біліп жүреміз. Сізбен біздің арқамызда көптеген халықта қылаулар болып жатыр. Енді сізді дәл осы таңмен бірге таласып көріп отырған біздің сүйікті көрермендеріміз бар. Жақын жандарыңыз да болуы мүмкін. Сол кісілерге бір сәлем жолдап сұхбатымызды түйіндесек. Бір мемлекеттік қызмет туралы айтып жылап алсаңыз да болады. Шын мәнінде біріншіден мен осы сүйікті Көкше телеарнасына, сонымен қатар облыстық, қалалық, аудандық баспасөз басылымдарына және де ақпараттық агенттіктерге шын мәнінде осы ынтымақтастық үшін ризашылығымды, яғни алғысымды білдіргім келеді. Өйткені осы жобаның сәтті іске асуы тікелей сіздерге байланысты, яғни сіздердің ақпараттық сүйемелдеулеріңізге байланысты. Сол себепті сіздерге үлкен алғысымызды білдіремін департаменттің атынан, және де жас мамандарға айтарым, осы мүмкіндіктеріңізді жіберіп алмаңыздар. Шамалы уақыт ішінде сіздердің тағдырларыңыз өзгеруі мүмкін. Сол себепті ел ісіне, ел басқару ісіне, елді дамыту ісіне араласқыларыңыз келсе, міндетті түрде құжаттарыңызды тапсырыңыздар. Сіздерге шын жүректен сәттілік тілеймін. Өте керемет. Жалпы Жазира ханым, біз де сізге сәттілік тілейміз. Жалпы мемлекеттік қызмет жолында елге, ел үшін атқарған ерен еңбегіңіз көп болсын. Рахмет. Жалпы тоқтамаңыз, шаршамаңыз, жалықпаңыз. Енді қазір әйелдер қауымына да көп көңіл бөлініп жатыр. Қазір жеке ұйым болып кеттіңіз ғой, жалпы әйелдер қауымдастығы, әйелдер бизнес дейтін, әйелдер клубы дейтін ашылып кетті. Қазір Құдайға шүкір барлығы бар. Сіздерге де жағдай жасалып отыр ғой. Ол дегеніміз аналарға дейтін бір көңілдің бөлінгені, сіздерде де бір тұлға ретінде қалыптастыруға бөлініп жатқан барлық нәрселер деп ойлаймыз. Сол себепті өзіңізге сәттілік, ең бастысы аман жүріңіз. Алла сізге ғұмыр берсін. Ертең президент болып жатсаңыз да таңғалмаңыз. Бірақ бізде тілектес болғаныңызды біліңіз, бізді де ұмытып кетпеңіз.
сол Жазира, ең әуелі алтын уақытыңызды қиып, дәл осы ақпаратты көрермендерге жеткіземін деген тамаша бір ниетпен келгеніңізге көптен көп рахмет. Сіздерге де рахмет. Тек қана жұмысыңызда, қызметіңізде сәттілік тілейміз. Ал қымбатты көрермендер, естеріңізге саламыз, бүгін бізде қонақта болған мемлекеттік қызмет істер департаментінің Ақмола облысындағы баспасөз хатшысы, керемет қазақтың аруы, бір сөзбен болашақ дара ана. Ең бастысы адамның бақытын, әйел бақытын сізге тілейміз. Қашанда жаймаш уақытанда күліп ойнап жүре беріңіз. 15 бала табуға тілектеспіз. Көп балалы ана оның өзі бір мемлекетке бір пайда дейсіз. Әлбетте пайда, адам санын көбейту үлкен, демографияны көбейту үлкен. Жақсы, ал біз тамаша хай-тек айдарын сіздердің назарларыңызға жолдаймыз. Бізбен бірге болыңыздар, экран алдынан алыстамаңыздар.